Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana as'aluna nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кезекті Құран хатымымызды бағыш етеміз. Баршаңыз білетін Ахмет Игінөкей дейміз ғой, Игінөкей. Енді бұл кезіндегі ақындар, жазушылар, ойшылдар өзінің мекенімен атап кеткен ғой, Игінөкей деген. Түркістан қаласының бір ауылында дүниеге келген. 18 ғасырдың басында, аяғында, 13 ғасырдың бас жағында дүниеге келген бұл кісі. Сол кезде де өмір сүрген. Ахмет Игінөкей қазақ даласында ойшыл ақын есебінде және қазақ даласына көптеген білімдерін, ілімдерін қалдырып кеткен біздің бабаларымыздың бірі Ахмет Игінөкей. Енді Ахмет Игінөкейге келетін болсақ, бұл кісі туғаннан білімге, ілімге ғашық болған. Бұл кісінің қандай бір хикметін білесіздер. Алла Тағала бұл кісіге қандай нәрсені сый қылып берген. Немесе бұл кісі қандай амалымен танылды. Кім біледі Ахмет Игінөкейді өмірбаяны туралы. Қараңыздар, бұл өмірде біз көп нәрсені жасауға құлшынамыз негізі. Көп нәрсені жасағымыз келеді. Әрбір амалды орындағымыз келеді. Бірақ кейде еріншектікпен, жалқаулықпен о нәрсені жасамай жатамыз. Уақытымыздың бос еместігін айтып жатамыз. Немесе бір шаруалардың кедергі екенін айтып жатамыз. Бұл өмірдегі қандай, бұл дүниеви білім болсын, бәлкім бұл діни білім болсын, адам қай нәрсені алып жетістікке жеткені, ол әр адамның өзіне мақтаныш, өзіне қуаныш. Ахмет Игінөкейге келетін болсақ, бұл кісі жастайынан көзі болмаған, көз жанары жоқ болған. Бірақ ілімге қатты қызыққан, қазақ даласына өзінің ақындық, ойшыл тұлғасымен қалыптасқан ақындардың бірі. Қанша жерден көз жанары болмаса да, ол ілімге қатты қызыққан, ілімді алған және оны қазақ даласына жеткізген. Бірақ енді 13-ші, 15-ші, 14-ші, 15-ші ғасырларда бұл кісінің еңбектерін жоқ қылуға тырысқан, бірақ көп болмаса да бұл кісі туралы деректер аз, бірақ қалдырып кеткен еңбектері көп. Сол үшін құрметті көрермендер, ешқандай жұмысымызда, уақытымызда ол біз үшін сылтау емес, керісінше ілім алуға, білім алуға, оны дұрыс жағынан қолдануға, еліміз үшін, дініміз үшін көркейтуге қолданатын болсақ, онда Алла біздің әрқайсымыздың ниетімізге міндетті де береке береді. Сондықтан Ахмет Игінөкей бабамыздың рухына бағыш ететін боламыз. Міне сондықтан Ахмет Игінөкей атамыз, бабамыз көз жанары болмаса да, ілімге деген, білімге деген, жан-жаққа деген махаббаты мықты болған. Ал біздің көзіміз көреді, құлағымыз естиді, қолымыз жасайды, сонда да кейін ерініп жатамыз. Ой, ананы бұлай болса уақыт көп алады, ананы бұлай істесек уақытым болмайды, жұмыста андай ет, балашаға мындай ет деп бір амалды өзіміздің алдымызға кедергі қойып, өзіміз қойып жатамыз. Сондықтан Ахмет Игінөкей бабамыздың жасап кеткен еңбектеріне, қазақ даласына қалдырып кеткен еңбектеріне Алла Тағала сауаптан жазып, тек жәннаттың төрінен орын берсін дейміз. Сол кісіге толықтай Құранның хатымын бағыш ететін боламыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Бисмиллахир рахманир рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам өзің ғана құлшылық етіп өзің ғана жәрдем сұраймыз. Қасиетті Құран-ы Кәрімнен болған, қасиетті аяттардан болған сауаппен Аллахумма тақаббал минна хадиhi дуа ла хутмил Құран. Аллахумма архамни бил Құрани ваджалху ли имаман ва нуран ва худа ва рахма. Аллахумма ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجهلت وارزقنا تلاوته الليل وطرف النهار واجعله لحجتنا رب العالمين. اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري والتي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم القم فيه. اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومرد غير مخس ولا فادح. اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير الثواب خير العمل خير الحياة خير الممات وثبتني وثقل مواني وحق إيماني ورفع الدرجات وتقبل صلاتنا وأسألك غلمني من الجنة. اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعزيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها من أجرنا من خزي الدعائنا عذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبون بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам осы
Құран хатының толықтай сауабын Ахмет Игнюки бабамыздың рухына бақш етеміз. Жатқан жерін жайла, топырағын торқа, қараңғы жерін жарық қыл. Осы қасиетті Құран нұрымен ол кісінің қабірін нұрландырып, ол кісінің қабірін жәннатта бақтар еткесін. Сұрақ жауаптарын жеңіл, амал дәптені оң жағынан беру нәсіп еткесін. Артында қалған тума туыс бала-шаға, қазақ халқына, қазақ еліне тек берекеңді, хайырыңды бергесін. Алла Тағала қазақ халқына, қазақ еліне қалдырып кеткен еңбектерін Алла Тағала өзінің разылығымен қабыл етіп, жәннаттың төрінде кәусардың бір ағынан орын бергесін. Алла Тағала бұл өмірде істеген жақсы амалдарын, хайырлы дұғаларын, хайырлы амалдарын, ілімдерін, хайырлы өмірлерін Алла Тағала өзінің разылығымен қабыл етіп, мәңгі жәннат төріне орын бергесін. Баршамыздың қасиетті Шәуәл айында жасаған ізгі амалдарымызды, қылған дұға тілектерімізді, берген хайыр-сын садақаларымыз қабыл ет. Отбасымызға аманшылық, демімізге саулық бер, істерімізге, кәсіптерімізге береке бер. Тіл көз, бәле жәле, қауіп қатер, ауру сырқаудан аман-есен сақтағайсың. Дұға тілектерімізді қабыл ет. Аллаху акбар. Міне осылай Құран хатының толықтай сауабын осылай бағыш ететін боламыз. Алла Тағала баршамыздың өмірімізге хайыр береке берсін. Сізді тума туысыңыздың, жақындарыңыздың, бабаларыңыздың артынан Құран бағыштағыңыз келсе, хатым сөзін жазып кетіңіздер. Міндетті түрде Алла Тағала баршамызға хайыр береке берсін. Дұға тілектер қабыл болсын. Ассаламу алейкум.